ұлағатты орда, өнегелі орта, құтты мекен, құйқалы қара шаңырақ. Мұрагер мектебіне 100 жыл. Мұрагер Байырқалы білім ордасының тарихы телегей. Ғасырлық тарихы бар ұлағат ұясы 1919 жылы Ленин атындағы нөмірі 2 бастауыш мектеп болып ашылды. Оқушылар мен педагогикалық ұжымның туын желбіретіп, білім ұясына бастап келген алғашқы директор Дарья Теплованың ұлағатты ісі ел есінде ерекше аталады. Уақыт тамырын дөп басқан Николай Филипповский, Александр Лещенко, Губайдуллин, Евгений Юев, Семен Ким, Анатолий Шупенько, Зоя Упалходжаева сынды мектеп басшыларының еңбекшілдігі, қажыр қайратының арқасында алтын ұя айтулы жетістіктерге қол жеткізді. Қара шаңырақ 1979 жылдан бастап КССР білім министрлігінің бұйрығымен эксперименталды ағылшын тілін тереңдетіп оқытуға арналған мектеп статусын алды. Ағылшын тілін 2 класстан бастап оқыту мақсатында мектеп мұғалімдері педагогикалық институт қызметкерлерімен байланыс орнатып, өздерінің әдістемелерін даярлады. Ал 1995 жылдан бастап Харикейн Құмкөл мұнай компаниясының демеушілігімен мектепте қала жастарына ағылшын тілін кезең-кезеңмен үйрету мақсатында бейбітшілік корпусының еріктілер құрамы жұмыс істеді. Мұрагердің мұғалімдері Америкаға барып білімдерін шыңдады. Халықаралық Flex Assel стипендиялды бағдарламасы аясында 1995 жылдан бастап 101 оқушы ақш елінде 1 жылдық білім алды. 2002-2003 жылдары оқу ордасының ұжымы үлкен қуанышқа бөленді. Мектеп қайта жаңартудан өтті. Әлемдік стандарт талабына сай сынып бөлмелері құрылды. Спорт зал мен асхана іске қосылды. 2004-2018 жылдар аралығында мектепті Баймағамбетова Зәуре Зейнуллақызы басқарды. Осы уақыт бедерінде білім ордасы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен 3 тілде оқытатын мамандандырылған сыныптары бар дарынды балаларға арналған мұрагер мектебі болып өзгерді. Тарих таразысына тартар болсақ, бір ғасырда қол жеткізген жетістіктер аз емес. Жасалған жұмыстың бәрі білім сапасын арттыруға, яғни білім берудегі жаңа технологияларды қолданысқа енгізе отырып, жас ұрпаққа сапалы білім беруге негізделді. Соның нәтижесінде мектептің инновацияшыл ұстаздары шығармашылығымен айшықталса, түрлі білім бәйгелерінде шәкірттерінің бәсі жоғары болды. 2009 жылы ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесімен мұрагер республикадағы ең үздік 100 мектептің қатарына енді. 2018 жылдар аралығында 21 ғасырға лайық ең үздік инновациялық мектеп, білім алтын қазынасы, үздік білім ордасы, білім бәйтерегі номинацияларының жеңімпазы атанды. Ал 2017 жылдың қорытындысы бойынша рухани мұра мектебі номинациясын, сондай-ақ үздік орта білім ұйым байқауының грант иегері болып танылып, 17 миллион теңгелік сертификатқа ие болды. 2018 жылдан бастап мектепті Баймұрзаева Динара Қонақбайқызы басқарып келеді. Аталмыш жылдың қорытындысы бойынша қала мектептер арасында үздік білім беру ұйымы номинациясын иеленсе, 2019 жылы үлгілі ұжым жаңартылған білім беру бағдарламасын сәтті енгізген үшін Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен марапатталды. Осы мектептен білім нәрін алып, көктеген талай жас шыбықтың тамыры тереңдеп, еменге айналғанына сыр жұртшылығы түгел куә. 100 жылда талай ұрпақ білім алып, тәрбие көріп, болашаққа қадам басты. Берісі облыс, әрісі республиканың экономикасы мен мәдениетіне, саясатына салмақты үлестерін қосуда. Бақсақ, бұл қара шаңырақтың түлектері тәуелсіз еліміздегі түрлі салалардың тізгінін ұстап, көш басынан көрініп, үздіктермен үзеңгі қағыстырып келеді. Мұрагер мектебінің ұжымы қашанда үлгілі үрдістердің үдесінен шыға білді. Шәкірттерді тәрбиелеу жолында қажырлық танытып, білім саласының дамуының драйверіне айналды. Тарихы шежірелі, өткен тағылымы киелі оқу ордасы ғасырлар тоғысында да желкенін жықпай, аймақ шәкірттерінің рухани көзін ашып, көкірегін оятуға өлшеусіз үлес қосты. Жылдар өткен сайын алтын ұядағы мұғалімдер құрамы ғылыми атағы бар ұлағатты ұстаздармен толығып, материалдық техникалық және оқыту әдістемелік мүмкіндіктері арта түсті. Осылайша білім ордасының бұғанасы бекіп, ауқымы кеңейе бастады. Білім мен ғылымның алтын арқауына, болашақтың бастауына айналған алтын ұяны 100 жылдық мерейлі мезетімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұжымға зор табыс, кәсіптеріне береке тілейміз.
Ендетпестен тәрбие тағылымнан, талай шәкірт ұшырдың бауырыңнан. Сол еңбектің арқасы шығар бәлкім, қыздан тәлім байқалса таным ұлдан. Бөле жармай бірінде шетке дара, бердің бекен қашанда көпке баға. Қай қиырда жүрсе де шәкірттерің, сен оларға ортақсың, мектеп ана. Әліппемен дәптер қалам аларсың, әке ана деп алғаш өзің жазарсың. Парта, тақта, глобуспенен дос болып, әз янда кәмлетке толарсың. Бұл баспалдақ, алдыңда әлі шығаршың, аз ойнауға көп оқуға шыдарсың. Ұстаздардан бойға білім сіңіріп, мектебіңнен түлеп ұшып шығарсың. Ел танитын талай тұлға түлеткен, ғалымға да, ақынға да үйреткен. Ғасыр толды алтын ұя мектепке, оқушысы сүйетұғын жүрекпен. Сан шәкірттің көңіліне күлеккен, мұрагердей мектеп барма нұр төккен. Мұрагерім ата мұрам әліде, мың жасағын дейміз шәкірт тілекпен. Адамдықтың шегінен аспай тұғын, адалдықтың жолына бастай тұғын. Құпиясын баланың ашпай тұғын, қиындықты жеңуден қашпай тұғын ұстазым. Бойында бар білімін бере білген, ізгілікті нұрларын төге білген. Шапағатын балаға себе білген, баянына бақыттың сене білген ұстазым. Сахнада мұрагер мектебі ұжымыны әркез шыңға бастағаны, әр жылдардағы басшылары, Қызылорда қаласының құрметті азаматы, білім беру ісінің үздігі, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, Опалғожаева Зоя Серғазықызы және еңбегері шапағат медальдарының Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, білім беру ісінің үздігі Баймағамбетова Зәуре Зейнуллақызы, сіздердің қошеметтеріңіз. Армысыздары, құрметті еліміздің көркейіп, гүлдені бір күндеріне білімдер шәкірттері білеп, зор үлесін қосып келе жатқан сыр елінің білім ордасы. Үш тілде оқытатын дарынды балаларға арналған сыныптары бар мұрагер мектебінің ғасырлық мерейлі мерекесіне жиналған барша қауым. Добрый день! Школа учит стремление быть лучшим.
не среди людей, а для людей. Гласит народная мудрость. Школа – это начало. Это первый шаг в самостоятельной жизни. Это необозримый мир знания. Ведь школа дает нам опору, дарит тепло и радость, уютную атмосферу. Мы учимся здесь важному – быть честными, отзывчивыми и целеустремленными. Ведь школа – это не только общеобразовательный центр, это большая школа жизни. Мұрагері өзінің 100 жылдық тарихында сыр үмітін ақтаған мыңдаған шәкірттерімен, жаңалыққа құмар, ізденімпаз, білікті ұстаздарымен, шыңдарды бағындырған өнер тапқыштарымен, талайлы жетістік күндерге жеткізген таланттарымен, ғылыми жетістіктерімен, ғалымдарымен, ынтымақ пен бірлікті меңзеген ұжымымен мақтана алады. Мұрагер мектебінің 100 жылдығына арналған ғасырдың мұрагері атты салтанатына қош келдіңіздер. Салтанатты ашу үшін сөз облыс әкімінің орынбасары Байқадам Наурызбай Сейтқали ұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қауым, қадірменді ұстаздар, жас достар. Барлығыңызды бүгінгі мерейтойда аман-есен көргендігіме қуана отырып, алдымызда келатқан қазақ халқының ұлттық мерекесі, тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын және дарынды балаларға арналған мұрагер мектебінің 100 жылдық салтанатына сәттілік тілеймін. Тәуелсіздіктің алғашқы күннен бастап, өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еліміздің білім саласына ерекше көңіл бөліп келе жатыр. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та сайланғаннан кейін бірден білім сапасы мен мұғалімдер мен оқушылардың әлеуметтік жағдайын жақсарту шараларын қолға алды. Сондықтан өткен тамыз конференциясында алдағы 4 жыл ішінде мұғалімдердің еңбек ақысын 2 есе арттыруды тапсырды. Бұл деген келесі жылдан бастап ұстаздардың жалақысы 25%-ға өседі деген сөз. 2 ғасырлық тарихы бар қазақ елінің алғашқы астанасы, қай кезде де қазақ зиялыларын басын қосқан саяси, рухани орталық саналатындықтан елбасымыз Алаштың анасы атаған қасиетті мекен сыр өңірінде талай біртуар перзенттердің жарқын істері мен тамыры терең тарихтың өшпес мәңгі іздері қалды. Әсіресе 20 ғасырдағы Қызылорда мемлекет астанасы ретінде ел өміріндегі елеулі өзгерістер мен тарихи оқиғаларды басынан кешті. Қызылорда сол кезден бастап қазақ елінің тек саяси орталығы ғана емес, рухани және мәдени орталығы, халық ағарту ісі, қазақ әдебиеті сынды рухани құндылықтарда осы топырақта жаңа қарқынмен дамыды. Міне осындай тағылымды, құнды тарихи оқиғалардың куәсі болған киелі шаңырақтың бірі және бірегейі бұл бүгінгі мұрагер мектебі. Биыл 100 жылдық мерейтойын тойлап отырған аталмыш білім ошағының іргесі сонау 1919 жылы Ленин атындағы 2-ші бастауыш мектебі ретінде қаланған. Ғасырлық тарихында білім нәрімен талайды сусындатқан бұл мектеп халық құрмет тұтқан тарлан тұлғаларды түлетті. Ғасыр бойы білім ордасын алғаш болып Дарья Михайловна Тепловадан бастасақ, барлық директорлер, мектеп басшыларының есімдері шәкірттерінің, мыңдаған шәкірттерінің жүрегінде өшпестей болып қалды деп сенеміз. Ұстаздық тек мамандық емес, ол адамның бойына біткен парасатты таңдау. Осындай ұлы ұстаныммен талайды білім нәрімен сусындатқан ұлағатты жандар мен мектеп тарихында есімдері алтын әріппен жазылары анық. Жаңа ғана Қосбердей мектептің директорын ортаға шығарып көрсеткен құрмет, мен ойлаймын, бүкіл ұстаздар қауымына деген құрмет деп түсінеміз. Және әрқайсыңыздың осы білім саласында білім мен тәрбиені берудегі әрбір ұстаздың есімі алтын әріппен әр шәкіртінің жүрегінде, есінде сақталып келатқаны бәрімізге айқын. Қазіргі таңда өңіріміздегі мақтаулы білім шаңырағы саналатын бұл мектепте 4-нен астам оқушы білім алуда, 431 мұғалім осы оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беруде.
тынымсыз еңбегінің арқасында білім мен ғылымды ұштастыра білген мектеп ұстаздары тек үздіктердің қатарынан көріп келатқанына біз қуанамыз. Бірнеше пәндерді тереңдетіп оқытатын және өзіндік ғылыми ойлауды дамытуды мақсат еткен білім ошағының негізгі стратегиялық бағыты ағылшын тілін және жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндерді тереңдетіп оқыту, үш тілді білім беру саясатын жүзеге асыру. Ұстаздардың тынымсыз еңбегі мен шәкірттердің таудай талабының арқасында бұл білім шаңырағы ең үздік 100 мектеп қатарында 21 ғасырға лайық ең үздік инновациялық мектеп, білім алтын қазынасы, үздік білім ордасы, білім бәйтерегінің номинацияларын иегері ретінде біздің облысымыздың, республикамыздың барлық мектептеріне үлгі болады деп сенеміз. 2017 жылдың жыл қорытындысы бойынша рухани мұра мектебі номинациясын игеру бүгінгі таңдағы еліміздегі болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының нақты көріністері деп біз түсінеміз. Оның үстіне 2018 жылдың қорытындысы бойынша ең үздік оқу орны ретінде 17 миллион теңгені игеруде бізді қуантады. Мектеп түлектері түрлі грант иелері ретінде алыс жақын шетелдерде білім алуы бұл басқа мектептердегі білім саласындағы шәкірттерге көрсетер өнегесі екенінде белгілі. Қасиетті топырақтан түлеп ұшып, ғасыр тарихы бар білім алған жас өрендер бүгінде әлемнің шет-шеттерінде Корей, Чехия, Қытай, Түркия, Польша, Франция сияқты елдерде білім алып, еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына өлшеусіз үлес қосатынына да біз сенімдіміз. Былтырғы оқу жылының өзінде осы білім шаңырағының 6 оқушы халықаралық, 3 оқушы республикалық байқаулардың жеңімпазы және жүлдегерлері атанып, аймағымыздың абыройын асқақтатты. Осы ретте бұл мектептің жаңа деңгейге көтерілуіне облысымызды 6,5 жылдан абыройын басқарған мемлекет және қоғам қайраткері Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың да ерен еңбегін атап өтуіміз керек. Кезінде осы мектептің жаңа ғимаратқа көшуіне ол кісінің сіңірген еңбегі бәріңізге белгілі ғой деймін. Құрметті мектеп ұжымы, сіздерді қаламыздағы үздік білім шаңырақтарының бірі Мұрагер мектебінің ғасыр тойымен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Дана халқымыз ұстаздық ету талабы қашанда таусылмайтын, заман ешқашан ескірмейтін кәсіп деп мұғалім мамандығына ерекше ықылас танытады. Олай болса, осы мектептен алған біліммен әлемді мойындатар, мәртебелеріңізді арттырар шәкірттеріңіз көп болсын. Жас ұрпаққа сапалы білім мен өнегелі тәрбие беріп, осы жолда бар ғұмырын арнаған ұлағатты ұстаздарға жемісті қызмет пен шығармашылық табыс тілейміз. Ғасырдан мұра болған киелі білім ошағының тарихы терең, жетістігі мол болып, ел ертеңіне кемел біліммен жетер саналы мұрагерлеріңіз көп болсын. Ел болашағын тәрбиелеудегі еселі еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Мерейтой дағы да құтты болсын. Бүгінгі салтанат аясында Мұрагер мектебінің өркендеуі үшін еселі еңбек еткен, дамуына сүбелі үлес қосқан ұстаздарымызды марапаттауды бастаймыз. Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен. Награждается Курдюкова Елена Федоровна, учитель начальных классов. Награждается Тен Эльвира Анатольевна, учитель английского языка. Дәулетбаева Әлия Кеніш қызы марапатталады. Бастауыш сынып мұғалімі. Сіздердің қошеметтеріңіз. Білім беру ісінің үздігі төс белгісімен Байдалиева Лязат Бегайдар қызы марапатталады. Биология пәнінің мұғалімі.
Қызылорда облысы әкімінің алғыс хатымен Асқаров Бақытбек Абдулхамид ұлы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Егізбаева Рима Ыдырысқызы марапатталады. Қоныспаева Рахима Қоныспайқызы марапатталады. Дүйсенова Рита Әмір қызы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Награждается Буйная Татьяна Владимировна. Қасымова Мәдина Ертай қызы марапатталады. Қызылорда облысы әкімінің алғыс хатымен Қасымбекова Гүлмира Аппазқызы марапатталады. Құсайынова Жұлдыз Әбсадық қызы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Миянова Күлшара Уалиқызы марапатталады. Дәл осындай алғыс хатпен Саттарбек қызы Анель марапатталады. Құрметті Наурызбай Сейтқалиұлы, марапат иелерімен естелік суретке түсуге шақырамыз. Марапат иелеріне сіздердің қошеметтеріңіз. Марапат иелерін сіздердің қошеметтеріңізбен көрермендер залына шығарып саламыз. Мы от всего сердца поздравляем вас с заслуженной наградой. Пусть ваша работа приносит и радость, и поводы гордиться своими учениками. Марапаттарыңыз құтты болсын. Әрине, сіздердің қошеметтеріңіз. Адамзат ұрпағының тәлім-тәрбие мәселесін ең маңызды да жоғары тұратын мәселе ретінде қарастырып келеді. Ел ертеңі білімді де, білікті жастардың еншісінде десек, білім сапасын басты назарда ұстайтын білім ошақтарының заман талабына сай болуы да заңдылық. Мұрагерліктердің көш ілгері болуының құпиясы да осында. Заманауи озық үлгіде жасақталған сыныптар, әркез біліктілігі мен білімділігін нығайтуға жаны құмар ұстаздар. Кез келген оқушының қызығушылығын ұштауға негізделген бағдарламалар мен жобалар, өнерлі балалардың дарындылығын дамытуға арналған үйірмелер, мұрагер мектебінің жұмысын жандандырып, мәртебесін арттырып келеді. Мерекелік құттықтау сөз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Жұмаділдаева Наталья Васильевнаға беріледі. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые коллеги.
выпускники школы имени Ленина и школы Мурагер. Мне сегодня очень трогательно и приятно участвовать в этом замечательном празднике. На сегодняшний день в Республике Казахстан более 7 тысяч организаций образования. И всего 20 школ, которые перешли столетний рубеж. И вы в том числе. Но я хочу сказать, что не каждая из этих школ может гордиться такой великой историей, как школа номер 2 Мурагер. Несмотря на свой довольно-таки преклонный возраст, вы остаетесь очень молодым, творческим, ищущим коллективом. И сегодня в фойе мы посмотрели прекрасную историю этой школы. И я хочу сказать огромное спасибо тем 10 директорам, которых всего было 10 в истории этой школы, педагогам, ученикам, которые сохранили такой замечательный архив. И мы имели возможность сегодня увидеть фотографии первого выпуска. Это 30 человек, которые впервые переступили порог школы, завершили ее. Сегодня мы видели 100 лучших лиц данной школы, лучших выпускников. Но я думаю, что за 100 лет их было, наверное, как минимум, если даже по 50 выходили, наверное, 500 тысяч точно, наверное, есть этих выпускников. И каждый из них вынес огромный труд, огромное сердце истинных учителей, которые работают в этой школе. Я хочу отдать должность сегодняшнему коллективу. Ведь сегодня в этой школе обучается свыше 4000 учеников. Но при этом школа остается флагманом образования в области и в республике и оставляет свой статус специализированной образцовой школы. Давайте поблагодарим коллектив за это. Дорогие друзья, безусловно, в школе нельзя разделить учителя и ученика, потому что это единство как раз-то и создает школу. Но если это очень хороший тандем, то получается вот такая школа, как Мурагер. Я желаю тем, кто закончил школу и с благодарностью пришел в этот зал и, наверное, не уместил всех желающих и благодарных учеников, которые хотели прийти в этот зал, за то, чтобы ваша школа, климат вашей школы всегда оставался доброжелательным к вашим ученикам. А учителям желаю только творческих и благодарных учеников. Когда мы сейчас рассматривали в Мажилисе парламента законопроект о статусе педагога, я всегда твердила одну фразу. Сегодня в школах достаточно таких учителей, которым, по сути, и не нужен этот закон о статусе педагога. Это те учителя, которые любят свою профессию, которые работают творчески, которые отдают свою душу, а за это получают большое признание. Наделить педагогов не только материальными нормами, но и в первую очередь огромным статусом, тем, который был ранее, человека уважаемой профессии. В этой школе учителя преданы своему делу. Это люди, которых уважают за то, что они называются учителями. И воспитывают огромную армию замечательных граждан нашей республики. С праздником, друзья! Салтанатты шара аясындағы марапаттауымызды жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен Азатбаева Эльмира Кедельбайқызы марапатталады. Қазақ тілі пәнінің мұғалімі.
Награждается пан Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов. Награждается Никитин Сергей Николаевич, учитель химии. Марапат иелеріне қошеметтеріңіз аямаңыздар. Награждается Шарманов Оскар Александрович, учитель истории. Орындайыба Ләззат Жәдігер қызы марапатталады. Бастауыш сынып мұғалімі. Әукенова Кенже Болтай қызы марапатталады. Бастауыш сынып мұғалімі. Награждается Каримова Диляра Эриковна, учитель географии. Награждается Жунаскалиева Акмарал Жумабаевна, учитель начальных классов. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен. Награждается Егай Людмила Александровна, учитель математики. Әбдірахманова Ұлжан Хамид қызы марапатталады. Орыс тілі пәнінің мұғалімі. Қорабаева Дина Улықпан қызы марапатталады. Қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Алиева Ләззат Қалыбай қызы марапатталады. Математика пәнінің мұғалімі. Қошеметтеріңіз. Қазыбаева Сайлаукүл Райс қызы марапатталады. Бастауыш сынып мұғалімі. Жұбатқанова Шолпан Қалдыбай қызы марапатталады. Қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Әбдірасөл Гауқары Әбдірасөл қызы марапатталады. Физика пәнінің мұғалімі. Баймағамбетова Балдырған Ильяс қызы марапатталады. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Таубайып Нұрлан Заурбек олы марапатталады. Құқық пәнінің мұғалімі. Смаханова Мөлдер Дәуренбек қызы марапатталады. Информатика пәнінің мұғалімі. Рсаева Айманы Алтынбек қызы марапатталады. Математика пәнінің мұғалімі. Тибегенова Гүлбану Түлен қызы марапатталады. Қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Оңалбаева Айнұр Серікбай қызы марапатталады. Орыс тілі пәнінің мұғалімі. Манбетбаева Камшат Мұстафа қызы марапатталады. Музыка пәнінің мұғалімі. Ережебет Нұрдос Өскелен олы марапатталады. Математика пәнінің мұғалімі. Шахмат үйірмесінің жетекшісі. Сіздердің қошеметтеріңіз. Ұлттық ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығының алғыс хатымен Мергенбаева Айгүл Сақтаған қызы марапатталады. Бекеніп Ержан Бейсенбай олы марапатталады. Тұрыспенбетов Қайрат Серік марапатталады. Тілекіп Берекет Серік олы марапатталады.
марапат иелерімен естелік суреткесіге шақырамыз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Марапат иелерін сіздердің қошеметтеріңізбен көрермендер залына шығарып салайық. Марапаттарыңыз құтты болсын. Марапат иелеріне қошеметтеріңіз аямаңыздар. Мерекелік құттықтау сөз Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары Қазбекова Мира Жомартқызына беріледі. Құрметті жиналған қауым, қадірлі ата-аналар, ұстаздар, баршаңызды еліміздің ең ұлық мерекесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Және еңселі білім ордасы мұрагер мектебінің 100 жылдық мерейтойына арналған Қызылорда қаласының әкімі Нәлібаев Нұрлыбек Машбекұлының құттықтауын жеткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті мұрагер мектебінің ұжымы, аймағымыздың маңдайалды білім ошағының бірі саналатын дарынды балаларға арналған мұрагер мектебінің 100 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Ғасырлық тарихында орасан зор тәжірибе жинақтап, білім нәрімен талайды сусындатқан білім ордасы халық құрмет тұтқан тарлан тұлғаларды түлетті. Дана халқымыз ұстаздық ету, талабы қашанда таусылмайтын, заманы ешқашан ескірмейтін кәсіп деп мұғалім мамандығына ерекше ықылас танытады. Алдағы уақытта да киелі шаңырақтың мәртебесі өсіп, осы мектептен алған біліммен әлемді мойындатар шәкірттеріңіз көп болсын. Жас ұрпаққа саналы білім мен өнегелі тәрбие беріп, осы жолға бар ғұмырын арнаған ұлағатты ұстаздарға жемісті қызмет пен шығармашылық табыс тілеймін. Ғасырдан мұра болған киелі білім ошағының тарихы терең, жетістігі мол болып, ел ертеңіне кемел біліммен жетер саналы мұрагерлеріңіз көп болсын. Ел болашағын тәрбиелеудегі еселі еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Мерейтой тағы да құтты болсын. Құрметпен Қызылорда қаласының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев. Дәл осындай, рахмет. Дәл осындай құттықтау Қызылорда қалалық маслихатының хатшысы Буханова Роза Аяғанқызынан да келді. Қабыл алыңыздар. Салтанатты шара аясындағы марапаттауымызды жалғастырамыз. Қала әкімінің құрмет грамотасымен Исмаилова Гүлнар Жақсылық қызы марапатталады. Орыс тілі пәнінің мұғалімі, принтері сыйға тартылады. Әбдібаева Айжан Шайтұрсын қызы марапатталады. Бастауыш сынып мұғалімі, принтері сыйға тартылады. Шәдібекова Айгүл Есіркеп қызы марапатталады. Қазақ тілі пәнінің мұғалімі, принтері сыйға тартылады. Қошеметтеріңіз. Қала әкімінің алғыс хатымен Айтбаева Айнұр Есенғали қызы марапатталады. Математика пәнінің мұғалімі. Принтер сыйға тартылады.
Алмағамбетова Мақпалы Мақсат қызы марапатталады. Өзін өзі тану пәннің мұғалімі, принтері сыйға тартылады. Серікбаева Мадина Болатбек қызы марапатталады, тарих пәнінің мұғалімі. Принтер сыйға тартылады. Шакиев Бақытбек Миранбек ұлы марапатталады. Химия пәннің мұғалімі, принтері сыйға беріледі. Сапар Арайлым Карбай қызы марапатталады, информатика пәнінің мұғалімі. Принтер сыйға тартылады. Керімбаев Әзілхан Жеткербай ұлы марапатталады. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, принтері сыйға тартылады. Камбарова Ғазиза Серік қызы марапатталады, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Принтер сыйға тартылады. Облыстық білім қызметкерлерінің кәсіподақ комитетінің Нұр-Сұлтан қаласына жолдамасы. Аплатинова Күнзия Шәкім қызына табысталады. Дәл осындай жолдама Сүлейменова Жамиля Әбдімәжит қызына табысталады. Қожамиязова Марал Нұрғали қызына табысталады. Дәл осындай жолдама Бұхарбаева Сәуле Ораз әлі қызына табысталады. Сіздердің қошеметтеріңіз. Нұр-Сұлтан қаласына жолдама Сарыбаев Азамат Мұхамедұлына табысталады. Галеева Гүлнар Даймир қызына да Нұр-Сұлтан қаласына жолдама табысталады. Бекмағамбетова Жазира Бауыржан қызына табысталады. Марапат иелерімен естелік суреткесіге шақырамыз. Марапаттарыңыз құтты болсын. Марапат иелеріне сіздердің қошеметтеріңіз. Мелькают годы и шуршат страницы, но мы помним всех, кто всю свою жизнь отдал школе, отдал самому прекрасному воспитанию детей, формированию будущего. Сегодня в нашем зале присутствуют наши многоуважаемые ветераны, ведь они нам передали искорки добра, тепла и любви к детям, к своему делу. Ветеранов школы Мурагер поздравляют старшеклассники нашей школы. Алтын ұя білім ордасының 100 жылдық мерекесіне арналған концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. И сегодня на этой сцене для вас будут выступать самые одаренные дети школы Мурагер. Ведь искусство – это мощное средство формирования духовной, целостной личности ребенка. Кезекті мұрагерліктердің тартуына береміз. Арманы Дүйсенттің әні аяулы мектебім. Орындайтындары Өрқара Ердәулет және Алина Дүйсенбай.
беймені көркемдейтін Шолпан би ансамблі жетекшісі Ақшолпан Байсуова. Қабыл алыңыздар. Өскен жайқалып, бәйтерек алып, жапырақ жайған жасталдың. Көз жетпес көлім, мұхиттар терең, бал бұлақтардан басталған. Баламын дарым, аламын тілім, ай барлас қақталардан. Шуағын төгіп аспаннан, алдымнан күліп аштарман. Шапағат, шуағын ол шапалақ, соғады қол алыптарға тектелім. Құрметті аямайық ұстазды, аялайық алтын ұя мектебім. Алтын ұя мектебім. Тілегім қуат, түремін құлақ, айтылған әрбір кеңеске. Жеткіген асау, жолдардың бәрі, тірелмей мектеп белеске. Бүгінгі батыр, адуын ақын, көсеммен дархан данадай. Кекілі самал тараған, кешегі бала емес пе? Шапағат, Шуағын ол шапалақ, соғады қол алыптарға тектелім. Құрметті аямайық ұстазды, аялайық алтын ұя мектебім. Алтын ұя мектебім. шапағат, Шуағым ол шапалақ, соғады қол алыптарға тектелім. Құрметті аямайық ұстазды, аялайық алтын ұя мектебім. шапағат, Шуағым ол шапалақ, соғады қол алыптарға тектелім. Құрметті аямайық ұстазды, аялайық алтын ұя мектебім. Алтын ұя мектебім. Ұстаздар тақырыбындағы әндердің топтамасы, орындайтындар мұрагер мектебінің ұстаздары. Спасибо тем, кто нас ведет к познанию, кто выбрал путь нелегкий из дорог. Спасибо тем, кто гордо носит звание учитель, воспитатель, педагог. Білімнің таққан тұмарын, өзіңдей бізді ұғар кім, ана деп жазып үйреткен, мың алғыс сізге, мұғалім. тыңдаған көңілдегі толғамымды, шыңдаған тәрбиеммен талғамымды, өмірдің маған сыйын деп білемін. Өзіңдей жанға шәкірт болғанымда, табылған балапан дем ұядағы.
қырандай жетілдірдің қиядағы. Ұстазға деген ыстық сағынышым біріңе қалай ғана сүйе аладым. Ұстазым менің қамқорым едің, баулыған осы өнерге. Жүрегің дархан, өзіңнің арқан, биікке шықсам егерде. Алында шахтерде бас иетін, ұстазым бар сенің қасиетің. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейнең. Ұстазым, ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Арналсын саған осы аяулы әнім. Первый погожий сентябрьский денек, робко входил я под школьные своды. Первый учебник и первый урок, так и начинаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с дружбою, с книгою, с песнею. Как они быстро летят, их не воротишь назад. Разве они пролетят без следа? Нет, не забудет никто никогда школьные годы. Туғанды арманыма ұқсатқанмын, үлгімді көңіліме қыстатқанмын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаным. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым, ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым, ұстазым менің ұстазым. Ұстаздарға сіздердің қошеметтеріңіз. Бала тәрбиесі, оның дүниеге келген күннен басталып, мектепте әрі қарай жалғастырылады. Сондықтан ата-ана мен мектептің өзара байланысы етене болуы шарт. Для полноценного процесса обучения, воспитания и формирования личности ребенка необходим соответствующий микроклимат между школой и семьей, семьей и педагогами, педагогами и учениками, учениками и сверстниками. И поэтому идеальным вариантом воспитательной работы является равноправное дружеское взаимодействие родителей, ребенка и школьного коллектива.
И следующие номера нашей программы тому наглядный пример. Встречайте, на сцене дети и родители нашей школы. Я ночью тихонько с дивана слезаю и к папе тихонько постель заползаю. И тихо-притихо лежу словно мышка и так засыпаю у папы под мышкой. А утром он только откроет глаза и скажет невесело: вот чудеса, откуда ты взялся, вот удивил. Да я же всегда с тобой рядышком был. Сияет солнце высоко, а Майя, напевая, шагает папа широко, а я не успеваю, и мне приходится бежать, чтоб от него не отставать. И я бегу, не отстаю, и я ничуть не устаю. И я сказала в конце пути: бежать труднее, чем идти. Я вдвое больше пробежала, но я нисколько не устала. А папа руку мне пожал и гордо в ушко прошептал: ты права, твой путь длиннее, и ты, дочурка, меня сильнее. Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точные направления для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь быть. Я не хочу тебя учить, но просто ты пойми, а ты еще не дорожи. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь себе и не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь себе и не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Знаешь, я не зря все советую, но сам когда-то был на твоем месте, только поэтому помогаю с ответами, как это было давно. Но если бы я мог вернуть все это время, я многое, наверное, изменил бы без сожаления. Я рядом быть, когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь себе и не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь. Мне очень хочется верить, что ты откроешь себе и не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, дочь, когда доверишься мне, сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе. Сакура Келебесова, қазақ елі, орындайтындар Тұран Триосы және Серік Әли Ислам, Алтынбек Олжас, Маратов Мақсат. Қабыл алыңыздар. Еңсесі биік, егемен ел, бақытқа мәңгі бөлене бер. Әлемге атың әйгілі боп, көркейіп қазақ көгере бер. Бабадан қалған кел даласы, егерік етер ел далашы. Мен үшін мынау жер бетінде жерұйық жалғыз сен ғанасың. Қазағым киелі, басымды мен иемін, туған ел өзіңді. Дәл мендей сүйеді кім, дәл мендей сүйеді кім. Самалы соқса боздаланым, жадырап жаным мәз боламын. Туған жер сенен шырақ кетсе, сағынышпенен жыр жазамын. Қуатты елсің, айбарлысың, достыққа берік жайдарысың. Береке бірлік, бәрі де сенде, ұйыған ұлттың қаймағысың. Қазағым киелі, басымды мен иемін, туған ел өзіңді. Дәл мендей сүйеді кім, дәл мендей сүйеді кім. Қазағым киелі, басымды мен иемін, туған ел өзіңді. Дәл мендей сүйеді кім. Қазағым киелі, басымды мен иемін, туған ел өзіңді. Дәл мендей сүйеді кім. Дәл мендей сүйеді кім, дәл мендей сүйеді кім, дәл мендей сүйеді кім. Моцарт, Ронда. Орындайтындар Анар Жаңбырбаева, Қарлығаш Кеуелева, Несіпбай Нұрай.
Жанағында халқымның тарихы тұрған хатталып, тиегінде шежірем, салт дәстүрім сақталып, жеткізген соны ұрпаққа, киелім менің домбыра. Қос ішекте қазақтың қуаныш мұңы сақталып, сағасында тұнып тұр, аңыз қисса тақталып, жеткізген соны ұрпаққа, киелім менің домбыра. Бернесінде бабамнан өнегесі өреліп, құлағынан анамның әлдей жыры төгіліп, жеткізген соны ұрпаққа, киелім менің домбыра. Как люблю я школу, мама. Утром шумную гурьбой в класс приходим. Самый-самый, этот класс, конечно, мой. Нет на свете школы краше. Здесь уютно и тепло.
И с учительницей нашей, нам, признаюсь, повезло. Не ругается сердито, даже если ставит 2, а покажет деловито, где ошибка нам сама. Пусть уроков в школе много, одолеем, не беда. Начинаются с порога наши школьные года. Әліппені алып, әріптер танып, таудай болған біз тарыдай болып барып. Гүлде көктемім, күнде мектебім, шашатын ертеңіме жарық. Бартадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Бартадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Yeah, yeah. Келі балалар отылық деген сөзден басталған өмір деген мектепке алғаш есік ашқаннан ұстаз берген қолыма ең алғашқы әліппе түстім арман жолына 42 әліппе толы болған қызыққа туған үйде сол ұям қазақ тілі физика алгебра химия ең алғашқы естелік сабақтардан қашқанбыз күлім қаққан класстас жүзімнен шашқан қыз есін кетпес көктемім жүрегім жараны ақын біздің мектебім бақытымның торағы. Сол бір күніміз, мөлдір сырымыз, естен кетпейтін мәңгі 11 жылымыз. Біздегі сенің, тәрбиең сенің, мектебім алтын ұям менің. Бартадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Бартадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Yeah, yeah. Бартадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Бартадан қолсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Yeah, yeah. School is we and you. We make school ourselves. This is a cozy corner of our childhood and yes, Maragir, you'll always be in our heart. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say.
yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Сарқылмайтын шәкіртке мол берері, сан бәйгеде жүлде алған құлагері, ұстаздары ұлағат төрін жайылап, жасай берсін ғасырдың мұрагері. Стала ты средою сокровенной, дорогая школа ты моя. Подрасту и стану я студентом, сильным, смелым, гордым буду я. Моя школа сильная, сильная, моя школа лучшая, лучшая, моя школа первая, первая. Это песня о школе моей. Моя школа сильная, сильная, моя школа лучшая, лучшая, моя школа первая, первая. Это песня о школе моей. Our school is always shining as bright. Teachers lead the way day and night. Our students studying everywhere, south, east, north, and the west. Our school is the best of the best. Our school is never take a rest. Our school is the best of the best. Our school is never take rest. Our school is the best of the best. Our school is never take a rest. Our school is the best of the best. Our school is never take rest. Мектебім сен алтын ұямысың, қақтырған қанат ұямысың. Қайда жүрсек те ер жетіп біздер, сағынып сені тұрамышын. Мектебім менің қымбат үйім, өзіңді жырлап мақтан етем. Ең биік тұғыр жүрегімдей, арналады саған мектебім. Мектебім менің қымбат үйім, өзіңді жырлап мақтан етем. Ең биік тұғыр жүрегімдей, арналады саған мектебім. Мектебім менің қымбат үйім, өзіңді жырлап мақтан етем. Ең биік тұғыр жүрегімдей, арналады саған мектебім. Ежегодно 400 детей садятся за школьную парту мурагеры. И каждый год более 100 юношей и девушек оканчивают нашу школу. Они оставляют школу, получив в ней широкий круг знаний, умений и навыков по всем предметам.
сформировав здесь свое мировоззрение и характер, готовы к дальнейшему продолжению своего образования. Все это драгоценные плоды педагогического труда учителей из школы Мурагеры. С юбилеем, наша любимая школа! Мурагер мектебінің 100 жылдығына арналған қала әкімінің ықылас гүлін қабыл алыңыздар. Ел мұратын арқылаған алтын уық кең кереге қара шаңырақ білім ордасы Мурагер мектебінің 100 жылдығы сыр еліне тағы да құтты болсын ағайыны. Білімі биік, танымы моды, болашағы берік қазақ елі жасай берсін. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.